Үміткердің қажеттілігін қалай анықтаймын? Бұл не деген сөз? Яғни менің алдыма келген кез келген үміткердің адами тұрғыдан оның белгілі бір қажеттіліктері бар, және қажеттіліктің қандай түрлері бар, мен қайсысына басымдық беру керек, осыған тоқталамыз. Үміткер, талант немесе кандидат, осының қажеттіліктері. Қажеттілігі. Жалпы кез келген адамның қажеттілігі осы бір 5 сипаттың біреуіне сәйкес болады, біреуі басым болады. Ең бірінші кезекте кез келген адамды не мазалайды? Мүмкіндіктер. Яғни осы жұмыс, осы позиция менің алдымда қандай мүмкіндіктерге жол ашады, қандай есіктердің кілті бұл. Осы тұрғыда ойлану. Екіншісі, адамдарға маңызды зат, ол орта. Мен қандай ортада жұмыс істеймін, қандай ұжыммен, қандай адамдармен, олардың мақсаты, арманы, уайымы қандай. Үшінші, адамды мазалайтын қажеттілігі, ол компания. Бұл компания жалпы немен айналысады? Бұның HR бренді қандай? Одан кейін барып қана жұмыс түрі, мен айналысатын жұмыстың сипаты, бұл жұмыс зиянды емес, пайдалы, экологиялық емес, шығармашылық емес деген сияқты әңгімелер. Бесінші этапы, ол осы жұмыстың еңбек ақысы былайша айтқан кезде. Еңбек ақысы және одан кейінгі бөлек басқа ақылары, еңбек ақысы. Әдетте мен осыны алдын ала анықтаймын. Бағанағы скрининг, мүмкін фокус интервью барысында мен осыған қатысты сол үміткерге ұсыныс жасағым келіп тұр енді. Бүкіл іріктеліп шыққан. Әрқайсысына кемі 1-2 сөз жазуым керек. Яғни бұл позиция, қандай позиция ұсынып жатыр мен оны, қандай мүмкіндіктер ашатындығын. Егер сіз айталық веб-дизайнер болып біздің компанияға келетін болсаңыз, осы нарықтағы ең мықты дизайн, ең мықты конверсиялы сайттар жасау мүмкіндігі болады. Сіз өзіңіз сияқты кәсіби ортада жұмыс істейтін боласыз. Яғни әрқайсысына осылай 1-2 сөйлем. Біз веб-дизайнерларды, мықты веб-дизайнерларды жидайтын Қазақстандағы топ 5-ке кіретін компаниямыз. Сіздің істейтін жұмысыңыз таза шығармашылық, сіздің қабілетіңізді шыңдайтын жұмыс түрі. Сәйкесінше сіздің әрбір жасаған сайтыңызға немесе осындай KPI бойынша осындай ақша төлейміз деген форматта айтылып шығады. Сіздің ұсынысыңыз былайша айтқан кезде скриптіңіз дайындалады. Интервью барысында егер қайсысы бір қажеттілік басымырақ екенін түсінсем, мен соған көбірек тоқталамын. Яғни кемі 5-7 сөйлем дайындауым керек. Айталық оған орта маңызды. Мысалға, енді біз ішкі бір құпиямызбен бөлісетін болсақ, біздің компаниядан кеткен кісілермен кездесіп сөйлесіп көрдім мен. Сол кезде олармен сөйлесу барысында және интервью кезеңінде әркімнің қажеттілігі әртүрлі екенін анықтадым. Мысалы, бір кісілердікі орта. Мен ол кісілерге соңында ұсыныс жасау барысында налардың бәріне тоқталып шықтым, бірақ ортаға басымдық бердім, яғни фокус бердім, көбірек тоқталдым. Сіз қайта келсеңіз, өзіңіз білетін бұрынғы орта, бұрынғы команда, бұрынғы драйвпен жұмыс істейтін боласыз деген сияқты. Біреулер үшін компанияның істеп жатқан жобалары, компанияның әлеуметтік жобалары, компанияның нарықтың көрермендердің алдындағы көз бейнесі. Осы туралы көбірек тоқталу керек болады. Біреулер үшін мүмкіндік маңызды. Яғни бұл сіздің алдыңыздағы үміткердің бірегей қажеттілігіне қарай икемделесіз. Бұл қажеттіліктер қайдан шықты, осыған бір тоқталайық. Бұл Маслоудың адами қажеттіліктер иерархиясынан шықты. Ең біріншісі, мына жерде ол өздеріңіз білетіндей қауіпсіздік мәселесі, физиологиялық деңгейде. Яғни адам, мен осы жұмыс барысында қандай ақша аламын, бұл ақша маған қандай үй немесе тағы басқа қандай мүмкіндіктерге жол ашады деген сұраққа жауап білгісі келеді. Одан кейінгі барып келетін болсақ, бұл жерде қажеттіліктерде қауіпсіздік тұрғысынан ол қандай жұмыс түрін айналысады. Яғни бұл өзін бұл қараңыз, мынау бір базалық қажеттіліктер болатын болса, мына жердегілер бұл неге кіреді? Психологиялық қажеттіліктерге кіреді. Жұмыс ол енді ол жұмыс түрі белгілі бір деңгейде қауіпсіздікке кіреді. Мысалы, қараңыз, ол бір вахтада немесе сондай бір экологиялық қауіпті аймақта жұмыс істейтін болса, ол да қауіпсіздікке кіріп кетуі мүмкін. Немесе жаңағыдай зиянды жұмыс, оған ұнамайтын, шығармашылығын шыңдамайтын жұмыста істейтін болса, ол да қауіпсіздікке кіріп кетуі мүмкін. Негізгі қажеттілігін ретінде алсаңыз болады, компаниялық қажеттілігі, орталық қажеттілігі және мүмкіндіктер қажеттілігі. мүмкін деген мына жерде самореализация. Мынау орта тақырыбында ол өзін қаншалықты бір жердің мүшесі сезінеді, қаншалықты ол өзін қабылданған сезінеді. Осы мәселесі. Так, орта демек бұны. Енді иерархиялық қажеттіліктер негізі интернеттен қарап алсаңыз да болады. Бұл жерде біз осы логикаға сүйенгендігін ғана айтқымыз келіп тұр, және біреуіне басымдық бересіз. Жұмыс, мүшелік, мына жерде мүшелік. Так, мына жерге тоқтала кететін болсақ, жұмысқа қатысты бұл да бір қауіпсіздікке кіреді. Физиологиялық қауіпсіздік немесе табыс тұрғысынан десеңіз болады енді. Табыс тұрғысынан. Мына жерде қарапайым бір ақша физиологиялық деңгейде болатын болса, мына жерде табыс дегенде оның шығармашылығы, өнері тұрғысынан. Одан кейін мына жерде бұл компанияға қатысты ол махаббат, яғни қабылдану мәселесі. Одан кейін мына жерде оның орта, оның мүмкіндіктерін ашамы, самореализацияға дейінгі кезең.
былайша айтқан кезде бұл жерде бұл сізге Маслоу өзінің еңбектерінде ешқандай пирамида сызбаған, оның шәкірттері сызған. Біз бірақ пирамида ретінде елестеткен бізге ыңғайлы. Жаңа сіздің алдыңызда отырған үміткердің картинасы, әлем картинасы пирамида болу шарт емес. Ол үшін маңызды қажеттілік орта болатын болса, онда оның мына кезеңі әлдеқайда үлкен болуы мүмкін. Сіз бірақ мына затты түсініңіз. Бүкіл бұл әңгіме не үшін айтылып жатыр? Болашақтағы болашақ белгісіздікті жою үшін ғана. Сіз үміткерге жалақысын ғана айтпайық, оның бүкіл мына нюанстарын айтатын болсаңыз, оның жұмысқа келісу ықтималдығын өсіресіз және болашаққа деген белгісіздікті жоясыз. Сіз болашаққа деген белгісіздікті толыққанды жойып бере алсаңыз және ұзаққа жойып бере алсаңыз, ол маман сіздің ұжымға жұмыс істеуге келіседі.